10 сынып география пәні. Сабақтың тақырыбы географиялық зерттеулердің сандық әдістері. Оқушылар, бүгінгі сабақта географиядағы сандық әдістердің маңызымен танысасыңдар. Екінші, нақты мысалдар негізінде сандық әдістерді қолдануды үйренесіңдер. Жетекші ұғымдар: теңгерім әдісі, мерзімдік қатар, сандық әдіс ұғымдарымен танысасыңдар. Географиядағы сандық әдістердің маңызы қандай? 20 ғасырдың екінші жартысында география ғылымдарына математикалық зерттеу әдістері қарқынды ене бастады. Оны ғалымдар сандық революция деп атады. Географияның математикалануы компьютерлік техника мен технологиялардың жылдам дамуына байланысты. Бұл жедел түрде сандық деректерді өңдеудің мүмкіндіктерін ашты. Сандық әдістер статистикалық деректерді өңдеу арқылы аумақтарды салыстырып, олардың дамуы мен құрылымдық ерекшеліктерін талдауға мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы географияның математикалануының бірнеше себептері бар. Бірінші, сандық деректер арқылы географияның зерттеу нысаны неғұрлым дәл сипатталады. Екіншіден, математика географияға географиялық қабық құбылыстарын сипаттаудың нақты қысқа тілін ұсынады. Үшіншіден, географиялық объектілердің жаратылысы мен қасиеттерін, құрылымы туралы жаңа деректер алып, қорытындылар жасауға болады. Төртіншіден, математика жаңа түсініктердің пайда болуына алып келеді. Оларды географиялық тұрғыда түсіндіруден жаңа заңдылықтар ашылуы мүмкін. Географиядағы сандық әдістер. Географиядағы сандық әдістерге жататын мерзімдік қатар. Географиялық жүйелердің өзгерістерін талдауда математикалық статистика әдістері қолданылады. Зерттелетін құбылыс пен нысанның жай күйі мен өзгерістерін сипаттау үшін мерзімдік қатар құрастырылады. Мына кестеден оқушылар Қазақстандағы халық санының мерзімдік қатары берілген. 2011 жылы Қазақстанда 16.440.124 адам, 2012 жылы 16.673.077 адам, 2013 жылы 16.909.776 адам, 2014 жылы 17.160.774 адам, 2015 жылы 17.417.673 адам, 2018 жылы 18.311.700 адам. Яғни 6 жылдарға өсуіне байланысты Қазақстан халқының санында мерзімдік қатары өсіп отқанын көріп отырмыз. Мерзімдік қатар уақыт мерзімі бойынша ретке келтірілген сандық көрсеткіштер жиынтығы. Бұл кестедегі тәрізді уақыт мерзімі бойынша реттелген сандық деректерді график түрінде модельдеуге болады. Қазіргі заманғы компьютерлік технологиялар тренд даму бағытын анықтауға мүмкіндік береді. Математикалық модель географиялық нысандар мен олардың арасындағы қарым-қатынастарын математикалық модельдеу нақты нысандардың сандық қатынастарын бейнелейді. Бұл модельдер бейнелеу тәсілі бойынша таңбалы деп аталады. Географияда математикалық таңбалы модельдерді қолдану бұрыннан бері топография мен
картографияда қолданып келеді. Сонымен қатар блок сызбалар, кестелер мен графиктер, бұлар диаграммалар арқылы, яғни бұл кестелер, график, блок сызба, диаграммалардың барлығы кітапта, география кітаптарында көптеп кездеседі. Диаграммалар арқылы экономикалық географияда әлеуметтік және экономикалық үдерістердің өзгерістерін, физикалық географияда бір табиғи құбылыстың өту барысын көрсетеді. Енді географиядағы сандық әдістердің бірі теңгерім әдісі. Өзгермелі жүйелердегі кіріс пен шығыс арасындағы тәуелділіктерді есептеу арқылы талдау жасауға, болжауға мүмкіндік береді. Мұндай жүйелерді сипаттау үшін шығыс және кіріс, өндіру және тұтыну сандық көрсеткіштері есептеліп талданады. Мысалы, мына суреттегі дүниежүзілік су теңгерімінің сандық моделі көрсетілген. Мұнда атмосферадан, ауа қабатынан түсетін жауын-шашынның түрлері, яғни жауын-шашын құрлық суларына, мұхиттарға, жерасты суларына түседі. Сонымен қатар құрлық суларынан булану арқылы атмосфераға қайтадан, мұхиттардан булану арқылы атмосфера қабаттарына қайтады. Құрлық сулары жерасты су арқылы мұхиттарға қосылады. Бұл суреттен сандық әдістер арқылы кіріс және шығыс дүниежүзілік су теңгерімінің сандық моделі көрсетілген. Сандар арқылы қаншалықты жауын-шашын түседі, қаншалықты буланады. Міне осы суреттен көріп отырмыз. Бұл дүниежүзілік су теңгерімінің сандық моделі. Енді келесі рангтерге жіктеу әдісі. Бұл әдіс дүниежүзі елдерінің әртүрлі көрсеткіштер жиынтығы бойынша жасалатын рейтингтерін құрастыруда қолданылады. Әдетте, рейтинг бойынша топтастыру кезінде жоғары, орташа және төмен рангтер анықталады. Мысалы, әлем елдерінің туу коэффициенті бойынша топтарын анықтап көрсек, ең алдымен статистикалық көрсеткіштер тізбесі алынады. Осы тізбеден туу коэффициенті ең жоғары 40 промилле, ең төмен 8 промилле көрсеткіштерін табамыз. Мұнда туу коэффициенті елдерде әлемде 40 промиллеге тең болса, ал ең төмен 8 промилле көрсеткіштер болады. Осы көрсеткіштер арқылы формула бойынша топтардың айырмасын көрсетіп тұратын интервал анықталады. Мұнда максимум 46 промилле болса, бұл көрсеткіші минимум 8 промилле. Айырмасы екеуінің және 3-ке бөліндісі. Міне осыдан X интервал арқылы формула негізінде интервал шамамен 12,6-ға тең болады. Енді интервалды қосу арқылы топтардың көрсеткіштерін анықтаймыз. Мұнда 8 пен 20,6 туу деңгейі төмен көрсетеді. 20,7 мен 33,3 туу деңгейі орташа. 33,4 пен 46 туу деңгейі жоғары. Яғни дүние жүзінде осылайша 195 елдің туу коэффициентінің көрсеткішін осылай жоғары, орташа, төмен рангтерге бөлу арқылы топтарға осылай бөлеміз. Енді балалар, бүгін біз географиялық сандық әдістер тақырыбын өткен кезде сандық әдістер дегеніміз не, мерзімдік қатар дегеніміз не, теңгерімдік әдіс дегеніміз не, осы жөнінде мағлұмат алдық. Енді осы сабақ бойынша сабақты бекіту сұрақтары. Бірінші, географиядағы сандық әдістердің түрлерін ата. Екінші, теңгерім әдісі деген не?
Үшінші, рангтерге жіктеу әдісін қалай қолданады деген сұраққа жауап бересіңдер. Сонымен қатар тапсырмалар орындайсыңдар. Оқулықтағы үшінші қосымшаны пайдаланып, жалпы ішкі өнім көрсеткіштері бойынша Азия елдерін рангтерге жіктеңдер. Екінші, үшінші қосымша деректерін пайдаланып, жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім көрсеткіші бойынша көшбасшы 10 елді бейнелейтін диаграмма құрастырасыңдар. Енді осы сабаққа байланысты кері байланыс. Рефлекторлық экран. Менде бәрі сәтті шықты. Мен үйрендім. Бәрінен маған ұнағаны, бәрінен маған қиын болғаны кері байланыс орнатамыз.